Қазіргі қариялар тойға барсаң арақ ішеді. Оны көріп жүрмін. Әйелдері де, еркектері де. Бірде таң қалдым. Bir кемпір келатыр. Мен қатарлы. Шашты қырыққан. Оны боябаған. Шалбар киіп. Қалтылдап, Құдай дедім, сөйлді. Машинада отырып, ыза болдым. Аллахым дедім. Солардың қатарына қоспағаныңа шүкір мен. Сондай қылғаныңды қайтетін едім мен. Мен мына тур жолға салғаныңа шүкір деп жылап отырып таспаударын. Содан кейін балам шай ішем. Апа, балам дедім, берін шай да ішпеймін, түспеймін де кетеміз дедім. Әзіргінің қарияларын сондайларды көрдім. Сондайларды көрдім балам. Кейін бір жас бала айтты маған. Апа деді, сізді деді, осы Темірланның баласы. Кейде көріп қалам деді, қыстың киімін жазда киіп жүресіз деді. Көйлек киесіз, камзол киесіз, қос-қос орамал тартасыз, аяғыңызда мәсі. Мен айттым, балам дедім, бұл өзіме пайдалы. Сол сияқты қазір көпшілік қариялар мынау дінді танымай кетті. Сонысы қиындау болып тұр. Кім намаз оқимын десе жақсы көріп кетемін мен оны.